Мектеп негізгі функциясы білім беру. Иә. Одан кейін барып тәрбие. Өйткені тәрбиені бала үйінен, отбасынан алады. Кімді үлгі тұтасың дегенде әкемді дейтін. Кез келген жерде айтамын. Ал қазіргі біздің жастардың үлгі тұтатындары енді ютубтан көрген Әртүрлі адамдар. иә, футболистер, шетелдің адамдары. Оның тек түрі сұлбасын көреді, әдемілігін көреді, оның ар жағынан не жатқанын білмейді. Осы мақсатта біз өзіміздің облысқа, республикаға, қалаға белді әйел кісілерді құрап, отбасы мектеп штабын аштық. Оның құрамында Рахима Қаржабаевна, Меруерт Аңсатова, Толқын Қабылша, Сымбат Абдрахман жаңа айтып отқан, Бейбіткүл Каримова ханым, осындай өзінің айтары бар, орны бар кісілерді құрып, меморандумға отырып, отбасы мектеп штабын құрдық. Ол не береді? Ол осы қыздарға ол кісілер айына өзінің шебер сыныптары дейміз, шебер сыныптарын өтіп, яғни сол кісілердің айтқан тыңдау арқылы балалар титтей де болса дұрыс нәрсе алса